Сәлеметсіздер ме, құрметті қыз-келіншектер? Бүгін көп талқылайтын тақырыптың бірі ол жүктілік кезінде жыныстық қатынасқа түсуге бола ма? Негізі жүктілік табиғи жолмен түскен болсын, немесе эко бағдарламасынан кейінгі жүктілік болғанның өзінде де жыныстық қатынас қарсы көрсеткіш болып саналмайды. Ол қай кезде болмайды? Егер қандай да бір жүктіліктің түсу қаупі болса, немесе қанды бөлімділер болса, өзіңіздің гинеколог, акушер-гинеколог дәрігеріңіз қандай да бір уақытқа тыйым салуы мүмкін. Сондықтан бұның барлығы әр пациентке әр түрлі жағдайға байланысты шешіледі. Егер жүктілік кезінде қандай да бір ауыр шағымдарыңыз бар болатын болса, іштің төмен жағы қатты ауру, қатты қанды бөлімділердің келуі сияқты, онда өзіңіздің дәрігеріңізге хабарласып, соны айтыңыз. Соған қарай әр дәрігер өзінің шешімін айтады сіздерге.